Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қазақ қонақжай халық, қазақ ешкімді жатсынбайтын ел. Бұл тіркестерді жиі қолданамыз. Осымен мақтанамыз, өзімізді осы сөздерге сендіреміз. Әрине, бұл рас. Ал шындығында ше, Қазақстанға қонақ бола келгендер бұл сөзімізді шындыққа шығара ма? Бұл енді ауқымды әңгіме. Тіл білмейтін қонақтың ақшасын сыпырып алған таксист біздің елден шыққан. Келген туристке қонақ үйдің екі есе бағасын айтып алдап соғу бізде жиі кездесетін нәрсе. Осыдан кейін отандық туризмді ұялмай насихаттауға бола ма? Қайда барып демалуға мүмкіндік бар? Біздің елде демалу неге шетелден қымбат, әлде бұл жалған ақпарат па? Ендеше демалысқа шығатын бағдарламаның соңғы эфирін демалысқа арнаймыз. Біз қайда демаламыз? Бағдарламаның барысында баяндайтын боламыз. Алдымен аздаған аңдатпа. Қазақстанда демалғым келмейді. Сервис танымаған қызмет көрсету өте нашар. Бұл біздің кейіпкеріміздің пікірі. Сәлден соң өзінен сұхбат аламыз. Келесі кейіпкеріміз елде демалу қымбатқа түседі дейді. Одан да алыс шетелде демалған дұрыс, тіпті солай арзан болады. Әнші Шахаризад өзге елге шығындалғанша сол қаражат өз елімізде қалсын дейді. Сондықтан да демалысын Қазақстанда өткізеді. Рас па? Өзінен сұраймыз. Өмірден эстетикалық ләззат алатын, саяхаттан шабыттанатын, саяхаттауға өмірінің бір бөлігіне айналдырған Жихан Гез Динара Болат саяхатқа байланысты кеңестермен бөліседі. Ішкі туризм экономикаға қандай пайда әкеледі? Экономист шақырдық. Турагенттердің қызметі қандай? Көпшіліктің сұрағына олар не деп жауап береді екен? Сәлден соң білеміз. Саяхатшы меценат Сапар Ысқақовтың да пікірі біз үшін маңызды. Ортаға шақырып аламыз. Сапар аға, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Жағдайыңыз қалай? Осының алдында болған сұхбатта, аға, сіз Грузияға кетіп бара жатыр едіңіз? Аман есен барып қайттыңыз ба? Грузия, Азербайжан, Иран, Турция. Иә, қалай барып қайттыңыздар? Аман есен бе? Суреттеріңізді көрдім Фейсбукта. Бізде бұл жобалама бабалар ізімен деп аталады. Иә. Осымен мен 4 жылға кетті. Біз 40 елде болдық, шетелде. Мұндағы біздің мақсатымыз біздің бабаларымыздың қалдырған іздерін табу. Сол елдердің мәдениетінде, тарихында, барлық жағында. Енді ол негізгі миссия ғой, бірақ дегенмен әлемнің қанша мемлекетінде болдыңыз өзіңіз? Как турист ретінде мен 130 елдің сыртында болдым. 130? Антарктидада болдыңыз ба? Антарктида, Арктика, Австралия. Енді 6 құрлық бар ғой бізде, соның бәрінде де болдық. Бұл сен жердің бейтігіл аспанға, атмосфераға кетіп қалған кісі ғой. Стратосфераға. Оны енді 7-ші материк дейді. 7-ші материк. Ең қатты ұнаған жерді айтыңызшы, ерекше әсер алған. Енді бірінші ол біздің өзіміздің отанымыз Қазақстан, екінші мынау оңтүстік. Шын ба аға? Бір өтірік айтып отқан сияқтысыз? Жоқ, өтірік емес. Екінші мынау енді сендіргіңіз келетін сияқты бізде. 130 елдің бәрінде де жақсы жерлер бар, кәдімгі тамашалайтын. Бірақ соның ішінде өте өзіме жақсы ұнайтыны мынау оңтүстік Латин Америкасында Перу деген ел бар. Перу? Неге ұнады Перу? Онда мынау ескі заманнан келе жатқан инка тайпаларының, оларды біздің арғы бабаларымыз, солардан қалған үлкен қалалар бар, жерлер бар. Оның ішінде Мачу-Пикчу деген қала бар. Ол мынау таудың үстінде 2430 метр жерде салынған. Осы уақытқа шейін ғалымдар әлі білмейді ол қалай салынды, өйткені кейбір тастар бар, блоктар 60 тоннаға шейін кетеді ауырлығы. Ал енді ондай тастар сол тұрған жерінде жоқ. Ал қай елдің халқы сізді таңғалдырды? Перуге жиі барып тұрасыз ба енді? Перуде мен 2 рет жүрет болдым. 2 рет. Адамдары таңғалдырды сізді? Жоқ. Сіз анау индейстерді көзіңізбен көрдіңіз ба, анау индейстерді? Иә. Кәдімгі? Жоқ, онда таңғалатын шембе жоқ, олар біз сияқты тұрып атыр, олар просто инка деп аталады. Олар жай ғана көйлексіз, Жоқ, ондай тырда жаңа жүрген жоқ қой, онда. Кәдімгі олар да цивилизация. Жапырақ байлайтындар жерде де болдық, олар Папуа-Нуу Гвиней дейді. Иә. Сонда барғанда біз орманның ішінде көрдік, жағындай кішкене тағылау әлі жүрген халықтарды. Олар осы уақытқа шейін адамның етін жейді екен кейбіреулері. Сондықтан бізді бастап берген адамдар ескертті, оңға солға бұрылмаңыз, тек қана біздің жанымыздан жүресіз, өйткені өте қауіпті жеп.
Сонда сол 2-3 күн болдық орманның ішінде. Сонда гитар қарумен жүретін шығар, әбден үйреніп алған шығар. Жоқ, оларды жемейді, оларға шабуылға шыға қалған жағдайда. Енді олар әдісін біледі ғой. Біздің жанымызда 2-3 мынау әскери адамдар жүреді. Сондай мысалы қарулы бізді былай алып жүрген мынау Египетте болды бір рет. Біз пустыняға бардық неге? Шөл, Сахараға. Сонда өйткені оның алдында теракт болған. Теракт болғаннан кейін. Ең қауіпті жер қай жерде ойлайсыз өзіңіз? Мен бір сұрақ қауіпті ел Гондурас деген ел бар. Гондурас. Центральный, жоқ Африка емес, Центральный Латинская Америка. Латин Америка. Онда күнне 67-80-ге тақау адам өлтіріліп тұрады екен мынау. Астанасының өзінде ғана. Күніне. Қылмыс көп е сонда? Қылмыс па әлде бір ол бір ритуал ма? Жоқ, қылмыс көп, өйткені олар экономика жағынан кішкене нашарлап тұрады. Сосын халық не істейді? Ұрлайды, өлтіреді, тартып алады. Жоқ, көке сонда жаңағы адам жегіштердің аранына барып жүресіз. Теракт болып жатқан Сахарада жүресіз. Жаңа 80 адам өлетін Гондураста жүресіз. Неғып жүрсіз деймін ба сонда экстремал? Құдай айтуға деп, Токиода, болмаса Нью-Йоркта жүрмейсіз бе лап-лап 5 жұлдыз отельдің төбесінен қарап қойып, Кардашьянмен шай ішіп. Сингапур. Кімге не ұнайды? Мысалы, біреуге демалып анау теңіз жағасында жатқан ұнайды. Біреуге барып жер көрген ұнайды, ел көрген ұнайды. Жоқ, 130 мемлекетті көру үшін қанша мың доллар кету керек? Қанша мың ақша болу керек ол үшін? Оны есептесеңіз онда ешқайда барғыңыз келмей қалады. Сондықтан лучше есептемеген. Сапар ағамыз енді немер мойындап отқан сияқты, иә? Мысалы, қазір біз міне сізге жай ғана мысалы айтайын, қазір біз бабалар ізімен деген программамен жүрміз ғой. 4 жылға кетті, иә? Біз 60-70 фильм жасадық, деректі фильм. Әрбір фильм маған 4-5 мың доллар тұрады. Біз үкіметтен ештеңе алмаймыз, біздің өзіміздің қалтамызда шыққан қаражатымыз примерно сондай. Бір фильмге 4 мыңнан 5 мың долларға шейін кетеді, өйткені біз 3 адам, 4 адам, 5 адам болып барамыз. Енді бір қызық аға. Сондай шығын шығарып жатсыз. YouTube-қа ол киноларды, ол деректі фильмдерді жүктеп жатсыз. Қаралымы қандай? Миллиондаған, миллиардтаған қазақ қарап отыр ма? Мені шаршататын сол. Өйткені мен мынау Фейсбукқа да шығамыз, YouTube-қа шығамыз, содан кейін мынау хабардың 3 программасы соны көрсетеді. Енді орташадан төменірек деп айтуға болады. Яғни қаралымы аз. Біздің мақсатымыз сол біздің жасаған еңбегіміз, біздің көрсеткен мынау деректі фильмдер қазаққа жетсе екен, солар кішкене білсе екен. Түсіндік, ол месседж. Сонда барып, шетелдің мынау көршілердің айтқаны қазақтарда, ел болмаған қазақтарда шекара болмаған деген сөздерді онда айтылмас еді. Ал енді айтылғанның өзінде де соған біз жауап берер едік. Енді өздеріңіз білесіздер, мына 15 жылы сондай сөз айтылды, бірақ оған жауап қайталмай қалды. Енді жай интернетте болды жауап. Бірақ үкіметтің деңгейінде онда жауап болған жоқ. Біздің көрермендер қалай таба алады? Біз ақыры осы фильмдеріңіз туралы, ол фильмдерді қаралымның төмен екеніне байланысты кішкене сөз ол жатыр ғой, кішкене соның нүктесін қоя салайық. Сапар Ысқақов ағаның саяхаты деп іздесе тауып алады ғой? Жоқ, менің фамилиямен атым жазса болды. Болды, шығады екен. Мен айтам ғой, Алмас, одан да бар ғой, ана Чернобыль сияқты бір кино түсірсе, кәдімгідей туристер ағылатын сияқты ғой, қазір Украинадағы жағдайды қарасайшы. Бір сериалдың арқасында. Көке, мен сізге бір сұрақ қойғым келді. 130-дан астам сырт елдерде болдыңыз. Қазақстанның ішінде қай жерлерде, қай демалыс орындарында сіз болдыңыз? Жиі боласыз. Былтыр мен Алакөлде болдым. Алакөлдің Алматы жағында ма, Шымкент, басқа жағында. Шығыс жағында ма? Иә, шығыс жағында болдым. Иә, Шығыс Қазақстанда. Кішкене көңілім толмай қайтты. Соны айтсаңызшы, бізге сол қызығырақ болды. Енді мен оны былай... Сіз енді ана Куала-Лумпур, Сингапурларды, Нью-Йорктарды шарлап жүргеннен кейін солармен салыстырып толмай қалды ма? Жоқ әлде шынымен де іске алғысыз ба? Салыстырғанда оған даже маң айламайды. Тіпті. Мынау деңгейі мен сізге айтайын өте төмен. Халыққа деген, мысалы, халыққа деген жағдай жасалмаған. Аэропортты көріңіз. Мен, мысалы, осылардан бір самолетпен ұштым, семьямен. Иә. Енді ол самолетке отырғанда адам қорқып отырады. Иә. Бір 60-70 жылдарға шыққан бір жай нашар самолет.
Одан кейін барып қондық, аэропортыңыз кәдімгі дала. Одан кейін жол нашар, ана барғанша где-то 200-ге шақыр, 150-180 шақырым неге шейін, көлге шейін барасыз. Жол нашар, асфальт бір жерде бар, бір жерде жоқ. Барғанда шаршап барасыз, одан кейін барғаннан кейін дұрыс гостиницада болған жоқ. Аға, сіз соңғы рет қашан болдыңыз? Қашан болдыңыз? Былтыр болды. Қазір жақсы дейді ғой Алакөлде. Бір жылдың ішінде ештеңе салмайды. Ештеңе де өзгермеді, өйткені онсыз да барғысы келмей жүрген адамдар сіздердің сөздеріңізден кейін. Жоқ, енді мен оны жамандасам жұрт бармай қалуы мүмкін. Сондықтан оны өте жамандамай қойық. Оған үкімет барды, біздің басшылар. Одан кейін айтты, осылай аэропорт саламыз деді, жол саламыз деді, анау инфраструктурның бәрін жақсайтамыз деді. Енді ол үкімет қолға алатын шығар, өйткені Көкес, сіз мысалға анау обал, енді анау адамдардың жатқан жерін көрсетсеңіз, енді обал. Енді сіз айтпасаңыз мысалға да барған. Соны жауырда жаба тоқсақ, бәрі жақсы бізде Алакөлде дей берсек, ол да өзіне өзі жақсара бермейді ғой. Біреу айту керек, әйтеуір біреу жаманатты болып, соны көрсету керек. Айналайындар, мынаны жөндесеңдерші. Сіздер барыңыз, көрсетіңіз, неге бармайсыздар? Мен Алакөлде болған жоқпын, шын айтайын. Бірақ та Алакөлдің суының емі, суы керемет екенін, сервисің жоқ екенін бәрі іштей біліп отыр ғой. Дегенмен қазір кішкене болса да тураланып қалып деген ақпарат бар еді. Сонандай көл шалшық дегендерге онша қатты ұната бермеймін. Каспийдің баласымын ғой мен. Каспий жақсы ғой, Каспийге бірақ әпет инфраструктура жоқ. Аға, неге жоқ? Неге ақша бөлінбей ма? Қазақ туризм жұмыс жасамай ма? Неге ақша бөлінбей ме? Әлде менеджмент дұрыс емес, түрікті әкеліп қою керек па? Былай қараңыз, жоқ. Білмеймін енді. Мынау Европа елдерінің әрқайсының бюджеті 40%-дан 60%-ға шейін. Туризм. Мынау Біріккен Араб мемлекетін көріңіз, Араб Эмираты. 60-70-80% туризм, торговля, международный неден. Түріктер. 15-20% ғана мұнайды. Бізде 80% мұнай. Енді қараңыз, ертең мысалы мұнайдың бағасы түсіп кетсе, біздің экономика бітті деген сөз. Құдай сақтасын. Енді басқа ештеме жоқ. Алакөлден басқа көке қайда болдыңыз? Алакөлде болдыңыз. Бурабайда болған шығар сен күнде басы. Содан кейін қай жерде болдыңыз? Қарқаралыда болдыңыз ба? Болдым. Баянауыл, Қарқаралы. Қалай демалыс жағдайлар жақсы ма олардың? Оларда да онша емес. Жарайды. Аға, енді 5 балдық шкаламен айтыңыз, енді ең болмаса 5 жерді Қазақстанда баруға болады деген сіздің ойыңызша. Өйткені сіз әлемнің 130 мемлекетінен кейін сізге ол бұл жерде қазір үлдемен бүлдеге оратып әдемілеп қойса да сізге жақпауы мүмкін ғой. Көрдіңіз бе, менде мына өзі туризмде 2 түрі бар. Біреуі демалыс туризм, біреуі активный жағында белсенді туризм. Маған сол белсенді туризммен менің айналысатын. Сондықтан мен сізге айтайын, мынау Қазақстанда көретін жерлер бар, конечно. Оның мына Түркістанды айтуға болады. Түркістан, соның жан жағындағы Отырар, сосын Арсанбап, сол жерде мысалы... Ал бірінші орынға Түркістан шықты, жақсы. Одан Алматы облысы. Алматы облысы. Көлсайды айтып отырсыз ғой. Көлсай бар, Алматинский озері бар, Алтын емел бар, одан кейін Тампалы тас бар. Енді бір жер шарым бар, бір жерінде жол бар, бір жерінде жол жоқ. Тағы да сол жол, инфрақұрылым. Енді даже туалеттің өзі болмаған жерге енді қалай деп ойлайсыз? Ал, жақсы. Шетелдің туристі барады. 4-шіні айтайық. Алакөл ме? Қайда? Баратын жері бар, Бурабай. Бурабай. 4-ші мынау не? Ақтаудың жанындағы Маңғыстау облысында. Каспий. Маңғыстау. Онда көретін жерлер өте көп. Тарихи жерлер бар. Маңғыстаудағы тарихи жерлер, Міне, дәл осы Сапар ағамыздың ойынша, енді құрметті көрермен, осы 4-5 жерді барып көруге болады екен. Бірақ біз білмейтін қаншама керемет жерлер болуы мүмкін. Сіздер де бөлісіңіздер ойларыңызбен, өте маңызды. Біз қазір біздің осы сезондағы, осы маусымдағы соңғы хабар болғаннан кейін бүгінгі хабарымызды бекерден бекер емес демалысқа арнап отырамыз. Бір-бірімізге әйтеуір пайдамыз тиісін деген оймен. Ол демалыс аймағы ғой ол. Ал анау активный ол. Оған атпен барасың ба? Оған ат арбамен барасың ба? Микрофонмен сөйлеңіз. Микрофонды алып сөйлесеңіз аға. Алматы-Өскемен тас жолы бар ғой, бұл республикалық жол. Анеп сол жолды біз әлі күнге дейін жасап біткен жоқпыз. Мәселе соны қою керек қой. Алматы-Өскемен. Алматы-Өскемен. Қазір Талдықорғанға дейін жол жақсы, 2,5 сағатта 2 сағатта барасыз. Оны ары қарай жалғастырса, ал жолдың бойынан Алакөлге бұрылу ол мәселе емес.
ол сұрақ туындайды. Одан кейін темір жол, дружбаға барады ғой, барады. Неғып соны реттемейді? Адамдар темір жолмен баруға, жол бар, инфрақұрылым бар. Ал енді түскеннен кейін жағалауда аға айтып отыр ғой, Сапар ағамыз, айтып отыр, жаңағы көңілім толмады деп. Шынында да соңғы жылдары көп нәрсе істелінді, бірақ та бізде жекеменшіктік саясат бар, баға саясаты. Мен қазір туризм саласында істеп жүрген фирмаларды айтар едім, Қазақстан туризм дамытайын деп отырған жоқ. Туризм арқылы ақша табудың жолындамыз біз. Өйткені бұл кәсіпкершілік бизнес. Сондықтан да баға саясатына байланысты сервистік қызметтің жоқтығы, және сонда істейтін адамдар кімдер? Қай жоғарғы оқу орнын бітіріп барды, арнайы мамандық барды. Осы мәселе үлкен нәрсені қорғайды. Өйткені мен есімде 92 жылдары Қазақстанда туризм мамандығын алғаш ашқан кезде Абай атындағы университетте бізге 18 Турцияның балалары келіп оққанда мақсат орыс тілін үйреніп алу керек болатын. Біз таңғалатынбыз. Неғып? Сөйтіп айтады. Ресейден, Украинадан, Молдовадан бәрі орысша сөйлейді. Біздің экскурсоводтарымыз орыс тілін білу керек. Көрдіңіз бе қандай саясат? А біз батысқа жалтақтаймыз. Солардың несін кіргіземіз дейміз. Жоқ, бізде қазақстандық ішкі туризмді дамытудың мықты бағдарламасы болу керек. Және ол бағдарлама қаржылай бекітілу керек. Неғып бағдарламаны орындамайды? Себебі қазіргі қабылданған 13 жылға дейін, 17 жылға дейін, 23 жылға дейін бағдарламаларды біз мониторинг жасап көрген кезде 30% орындалады. Себебі ақша болмағандықтан біз Баянауылда аэропорт сала алмаймыз, Алакөлдің жағасына темір жолды жөндей алмаймыз. Сондықтан да қазіргі мемлекеттік бағдарлама депутаттардың алдында жатыр. Солар бекіту керек. Сол бекіткен кезде қаржыландыру мәселесі айтылған, бірақ әлсіздеу, тағы да күшейту керек. Сонда Қазақстанның туризмі 1%-дан 8%-ға жеткіземіз деп отырған фантастикалық. Шетелде әрбір елдің өзінің заңы бар. Ол строго оны біз сыйлауымыз керек. Мысалы, Сауд Арабиясына біз бардық. 4 адам балық съемочный группамен. Менің бір орыс операторым баяды, шаржыдан түскен уақытында сразу анау біздің консул айтты. Мына жерге ешқайда шықпау керек, сіздер қайтып келгенше консулдың өзін далаға да шығуға болмайды еді. Өйткені христиандарға, оларға көрінуге болмайды, Сауд Арабиясының заңы бойынша. Біз 5 күн араладық, Риядқа шейін бардық түгел. 5 күннен кейін келіп, ана жігітті өзіміз салып алып кеттік. Сондай заң, мынау Израильде бар, мысалы, неде, Аль-Ақсаға сіз кіре алмайсыз, анау жоғарыдағы 2 мешіт тұр ғой. Аға, оған ешкім қарсы болып отқан жоқ. Сондай жерлер толып жатыр. Мысалы, бізде де ондай жерлер болуы мүмкін. Енді мысалы, егер орыс шетелдің адамдары келген уақытында олардың бәрін түгел жіберуге болмайды, қажет жерлерге. Сапар аға, айтыңыз, осы жерде біраз пікірмен келіспеймін дедіңіз, кейбір пікірді қолдаймын дедіңіз. Келіспейтінен бастаймыз ба? Айтылды ғой, турист дегеннің өзі әртүрлі турист. Иә. Бәрін түгел біреуін тізбектеуге болмайды. Біреуге теңіз ұнайды, біреуге ресторан ұнайды, біреуге сол жердің тарихы ұнайды, бір жерге соның мәдениеті ұнайды. Мысалы, біз қазір, жаңа басында айтып кеттім, біз 39 елде болдық қазір осы 3,5 жылдың ішінде бабалар ізіме деген программаны мен өзім қаражатыммен істеп жатырмыз. Ондағы біздің мақсатымыз қазақты кішкене ояту. Ертең мысалы біздің көршілердің тағы біреулері айтпауы кім кепіл? Сендерде мәдениет болмаған, сендерде тарих болмаған, сендерде үкімет шекара болмаған деп. Соған жауап беру үшін біз бәріміз деңгейіміз жоғары болу. Біз мысалы осы 39 елде болдық. 39 елде. Барлығы 60-ға тақау елде біздің бабаларымыздың ізі бар. Бірақ мен сіздерге мысал айтайын. Мынау Грузия. Бізді қазір 12-ші августқа шақырып жатыр. 21-ші жылы бұлар біздің бабаларымыздың келгеніне, оларды құтқарғанына 900 жыл болады екен. Сол күнде олар кәдімгі бостандық күн деп атайын деп жатыр, конституция бойынша. Соны бізде уже мен 3-ші рет барайын деп жатырмын солардың несіне. Онда біздің бабаларымыз қаншама із қалдырған. Оларды құтқарған біздің бабаларымызды артыққан. 1118 жылы барып, 1121 жылы Дидгорский шайқаста грузиндерді құтқарған. Олар өздері айтып отыр. Егер сіздердің бабаларыңыз болмаған уақытында біз Грузия елі, Грузия халқы болмас еді деп.
міне. Жақсы, рахмет. Сонымен Ләйлә сыйға кететін болдың осы демалыста. Елде қаласың ба, шетел ұшасың ба? Айтуға болмайды енді. Шілдеде бұйырса Жаңақорғанға кетемін, ары қарай Түркістан, Шымкент, сосын Ақтауға бұйырса Алла қаласа. Қадірлі көрермен, сонымен біз қоштасамыз келесі маусымға дейін, яғни тамыздың ортасында біз сіздермен қайтадан жүздесетін боламыз. Аман есен болыңыздар. Жақсы демалыңыздар.